Жаз ұлы Досназаров бұл жерде туылып, Камалға келген. Қазір бұл ауылда оның заманбастылары қалып жарымады. Лекін оның өкшелес інілері, ауыл қарылары, Алдиярдың жағаласып жүріп, Қарақалпаққа қалай автономия алып бергенін әпсіне етіп айтысып отырады. Әммен жасыл күн жатышын қолына алып, сонда кеткенін, фронтта болғанын, кәйілмен біліп, фронтта жүргенін әммесін айтып түсіндірді адамға. Сөйтіп Қарақалпақтың ең тамаша нәрсе ісідеп, ұлақ шарттарды жолға ат жіберді, үресіп тұрды, жырау басып айттырды. Әммесі жинап күндің сонда қыздан болды. Ерекше Қарақалпақтың ерекше алып қайтын фотошын Қарақалпақтың атаға қосынды ғамесін жатырдың бәрі халыққа орғырып айтты. Енді Қарақалпақ ол еркінде болады. Енді ешқаққан көшпейді, көшкілер қайтып кетеді, жиналады, бұрынғыдай Қарақалпақ үлген ел болады деп әмесін түсіндірді. Ұрыс тақағаннан кейіннен кейін Қарақалпақтың жерін кәйіннің алдында айтты деді. Намаларын айтып бердім деді, пост жүгерін айтып бердім деді. Ақсақалдың бұл сөздерінде жан бар. Хақиқатында да 1924 жылдың 14 октябрінде ВЦИК-тің екінші сессиясында шығып сөйлеп, Алдияр Досназаров былай деді. Қарақалпақ халқы енді басқа халықтармен бірге өзінің республикасын түзуді қалайды. Һәм бұл халық татар, башқұрт, қырғыз һәм де басқа халықтардай бұл халыққа да тиісті диққат аударуды талап етеді. Жылы Паршбургы бітіргеннен кейін мені облыстық партия Жұмагүл Сейітова Досназаровты өз көзіменен көрген Қарақалпақ аял қызларынан шыққан дәстепкі партия совет қызметкерлерінің бірі. Москваға совещанияға қатынасуға баруға тура келді. Шеканың оксигенциясы екен үшінші домсовет деп аталған. Третий домсовет дейді. Садовый кольцода, Хаграм есімде бар. Сөйлеуге направитель сөйлеуге обществоға, басқа делегаттармен. Барып, сөйледі бұл қырылып кетсем, мені шамадан картинасынан алып кетіпті. Сұрастырып барадым. Бір татар аял келіп алып кетті, жәшке қалдырған екен оқып көрсем. Ағам, ашуланып барды, үйге неге келмейді, неге гостиницаға барған деп атырыпты. Мені естіп кетті. Совещание тарқаған үшін мен сол үйде болдым, ешқандай гостиницаға қайтып жібергенім жоқ, барғаным жоқ. Кәйілімменен туырман-туыры сөйлесе беретұғын еді дейді, сол ақында білесіз бе? Ал менің көзімше, үйінен, квартирінен телефонға звонить етті Кәлилімге. Михаил Иванович, маған ақша керек болып атырыпты, қарекет деді. Сосын ол келе ғой деген, кассиге бара ғой деген екен. Сөйтіп көп сөздерді жүрек қызығып сұрайтын еді. Барлық жаңағы Қарақалпақтың жағдайы. Сонда айтып жүргені маған, қарағым, оқудан қолды көрме, оқуға кетсем болады, оқу. Мен де міне оқуға жаман бала шағамен барғаннан кейін өзге істемес. Сен өзің жедел болып істейсің, менің көңілімді көтеріп қойды. Ол рас бар. Сөйтіп әңгімелеседі. Енді Істелескен пайтында Досназаровтың үстінен документ, арзалар көп болды дейді. Бұл жөнінде сіз не білесіз? Бұл жөнінде қадімгі естен құлақтың жазығы жоқ. Ол бейгара
bargan okuşu var mı, komandirovka barganlar var mı, sonun barlığı Dostnazarev'ın üyünde болады еді. Kimler yazgan endi so dökmet? Onday eskimiz boyunca Adinay sonun menен bular karşı bolgan. Tagim Nefesov onu 4 yılın gözünde bir жақсы eskileti onu edi. Aşıktan aşığa o. Solar menен aykaşkan Tagim Nefesov ondan keyin Adinay және біреуі бар мұның жаңағы. Достназаров осы жылдың 24 январында ВКПБ-ның орайлы комитеті қатысушыларының бірінің өлтіру ниетінде екендігін білдірді. Бұл мақсат үшін сақлаған оның нағаны бар. НКВД бастығының орынбасары Гор 1935 жыл 25 январ. Жала, Дөхмет, оның ақбетінен Қарақалпақ халқының не деген жігітмен перзентлері қамақ құрбаны болды. Көптілеу Нұрмұхамедов. Тұрдымұрат Низаматдинов. Айтча Бекмұратов. Әбу Құдабаев. Қасым Әуезов. Аллаяр Достназаров. Мына жүзгер Аллаяр Достназаровтың нахақ қанының төгілуіне кімдердің себепкер болғандығынан дерек береді. Гор, Прокофьев, Шкириятов, Айзенберг. Қолларынан қан тамған жерлерлер. Әшек бұғы олардың қалемінің ұшында еді. Достназаров 10 жыл мүддетке еркінен айырылсын делінген. СССР жоғарғы судының әскери коллегиясының 1935 жыл 8 апрелдегі үкімінде. Төреша, сіз Алияр Достназаровты ең соңғы мәртебе көрген күніңізді еслей аласыз ба? Белгілі театр қайраткері Төреш Алланазаров бұл уақияның куәсі. 1935 жылы қыс айларында болса керек. Қыс айларының бастарында да сол шамада болса керек. Мен сол кездерде бұл тоpa Қарақалпақ жастарыменен бірге Москвадағы Донышевский атындағы театральный институтта оқитын едім. Сонда біз Алияр ағаның үйіне көру үшін, сәлем беру үшін демалыс күндері барып тұратын едік. Алияр ағаның үйіне жоғарыға көтеріліп қалдырсақ, қабелінде алдымызда бір екі милиция шығып, біздерді жарақпенен қорқытып, мылтықтың құндағыменен итеріп, кейін жүргізіп, артымызда жүргізіп, әкеліп лестницаның астына тықты. Сонымен бірге олар біздегі сондай қорқынышты
rəvişdə söyləyəsiz. Birbirіңizбен қатынаспайсыз. Ешнәрсә хәрәкәт кылмайсыз, тыныч турасыз деген безгә ескерту кылды. 15 минут, 20 минут сол самолеттің арасында жоғарыдан түсіп келген адамдардың аяқ сесі естіледі. Сол тыңдап қарасақ, ал ер ағаны айдап келеді. Жылы Алаяр Досназаров Шығыс мемлекеттерінің коммунистік университетін бітіргеннен кейін Башқұртстанға жұмысқа жіберіледі. Һәм Уфа қаласында жасап, Башқұртстан вилаятлық партия комитетінде жұмыс істеді. Бұл жерлер саяси тұтқындардың мәкені болған. Тергеу қағазы 1935 жыл 4 февраль. Басшыларға партия саясатына наразылық білдірдіңіз бе? Наразылығымды достарымның дөңгелегінде айтқанмын. Наразылық менен дұрыс пайдаланбағандығым себепті келіп шықты. 1934 жылдың октябрінде 2 мәртебе Кагановичтің алдына, ноябрінде 3 мәртебе Ежовтың алдына кірмекші болдым. Бірақ олар қабыл етпеді. Сондан кейін Сталинге хат жаздым. Наразылық ашуыменен Сталин һәм Кагановичке қарсы пікір айтқан болуы мүмкін, бірақ оларға қауіп тудырғанымды есе алмаймын. Аппақ қар астында жатырған бұл жерлердің тебірек топырағы тұтқынлардың қанымен қарысып кеткен. Ақша бұтылар менен теңдескен бұл қарағайлар жіпе-жексіз төгілген бейкүнә қанларды естіп, мұңды ырғалысады. Табиғаты қатал Корея жерінде бұндай жерлер баршылық. Онда бір кездері саяси тұтқынлар жасап, беттеман тасларды қопарып, қоллары менен Беломор каналын қазған. Бұл жерлерде Берияның жәллатлары неше мың адамлардың бейкүнә қанының төгілуіне себепші болған. революцияның бесігіне айландырған. Олардың әрқайсысы бір өзінше көсемдеді. Лекін өмірдің қиын сынақтарының олар мәртіне өте алмады. Дәуірдің самаллары олардың алдынан қойылған мәрмер тасларға ойылған тарнақыр мүсіндерін қаңбақтай етіп ұшырып жіберді. Енді олардың орнына бейгүнә қаны төгілген қыршыннан қиылғандардың естеліктерін орнату керек шығар. Оны бүгінгі һәм келешек әулет шешеді әлбетте.
Біз бір уыс бұл топырақты жақсы ниетлер менен Карелия АССР-нің Кем қаласынан даңқлы бабамыз Аллая Қоразұлы Досназар атылған жерден алдық. Досназаровтың соңғы қады. Қадірлі Палымбет, һәм туысқаным таңсық. Мен Полинаны, һәм Надечканы сағындым. Қызымды көрсеңіз, маңлайынан сүйін. Әкеме, Аллам бергенге сәлем айтты. Мен әзірше тірімен. Надя, Досназаров аялы Закира менен ажырасқанда, Аллаятың аялы Полинаның қолында қалған. Досназаров қамалғаннан кейін 1936 жылы Закира соңғы тиген күйеуін жіберіп, 6 жасар Надяны ұрлап алып келген, һәм оны Славина деп қайта үжетлестірген. Ол 1952 жылы Қызылорда пединститутын бітірген уақытта қайтыс болған. Аллаядан ұрпақ қалмаған. Бұлар қарындасы Таңсықтың һәм інісі Алламбергеннің үрім бұтақлары. Мен Аллая Досназаровтан Иса Алламбергеннің баласымын. Досназаровтың өзі 4 ағайынды болған. Ең үлкені өзі атам, Алия атам, онан кейін Таңсық апам қарындасы оның. Онан кейін Иса Алламберген. Мен Алламбергеннің баласымын. Алламбергеннің кішкентай және Емберген деген інісі болған. Олардан Таңсық апамнан басқа, онысы менің әкем Алламбергеннен басқа, Алия атамның туысқандары әзірше жоқ, табылмай жатыр. 58 жылы менің әкем Алламберген атам Алияды ақлату үшін КГБ-ға хат жазған. Ол ақланбай қалған. Онан кейін біздің қары қайтыс болды. Мен 1968 жылы Самарқанд медицина институтында оқып жүргенде атамды ақлау үшін СССР-дің бас прокурорына хат жаздым. Онан атамның күнәсі жоқ. СССР жоғары судына өткерілді. Ақланып өтінілді. Маған жауап келді. Жоғары судқа хат жазғаннан кейін жоғары судтан маған атамның ақланғаны хақында хат келді. 1968 жылдың 27 сентябрінде СССР жоғары судының пленумы өз қарарыменен бұрынғы үкімлерді бекарлады һәм Досназаровтың әрекеттерінде жинаяттың белгілері болмаған үшін оның жауапкершілігі хақындағы істі тоқтатты. Алматы. Бұл қаланың Виноградов көшесі 209 үйінде белгілі мемлекеттік іскер Қасым Әуезовтің зайыбы Фатима Әуезова һәм оның баласы Нариман Әуезовлар жасайды. Сондай бір настоящий коммунист. И в моем понятии позднее, когда я еще молодая была, не особенно понимала, какая обстановка у него. Алия ағаның перзенттері бар ма еді ол уақытта? Вот ағаның ол өзі маған Закира айтты. Қызы болдық, үміттеп алып қойдық, оны Надежда Константиновна Крупская участие принимала, наверное, в ней власть принимала. И пожелала ей, чтобы выросла хорошим человеком и здоровье. Соны айтты маған. Біздің
Ишеничimiz boyunca Doсназаровдың üstünden қозғалған 150 беттен ибарат іс Қарақалпақстан Республикасының Мемлекеттік қауіпсіздік комитетіне алдырылған еді. Тілекке қарсы ондағы біраз сюжеттерді киноға түсіруге рұқсат етілмеді. Біздің қолымызға берілгені 18 бет қағаз ғана. Тарихи сюжетлер темір құрсауларда құпия таңбасыменен мөр басылып жатырғаны, еліге шекем жарияшылыққа жол ашылмағандығы не деген өкінішті. Дәуір келе, біз аша алмаған құпия сырды келешек әулетлер ашады. Шынында да Аллаяр Досназаров, Тұрар Рысқұлов, Қайғысыз Атабаев, Сұлтан Сегізбаев, Ақмал Икрамов, Файзулла Қожаев сияқты ісімі әулетларға үлгі інсап. Қарақалпақстанның өтімші де, бүгінгі күні де оның атыменен тығыз байланыслы. Қарақалпақстан халқы оны терең құрметтейді. Ол туылған жерде оған естелік орнатылды. Қарасөк районындағы бір совхоз һәм бір мектеп оның атымен аталады. Районларда оның атына қойылған көшелер бар. Досназаровшылар. Олар өздерінің барлық игілікті істерінде даңқты бабасын үлгі тұтып, оның тебірік ісіміне лайық болуға талпынады. Жолдастар, Өзбекстан өнер академиясының Қарақалпақстан филиалының тарих институты тамамынан көтерілген Қарақалпақ халқының ұлы перзенті Алияр Досназаровтың 95 жылдығын белгілеу бойынша Қарақалпақстан Совет Республикасының Министрлер Советіне берген жазба инициативасында қоллап қуатланылып, Алияр Досназаровтың ватанында 95 жылдығын белгілеу мероприятие өткізу бойынша шөлкемлестірілген райондық шөлкемлестіру комиссиясының жиналысында отырыппыз, жолдастар. Біз даңқы бабамыз Аллаяр Қорасұлы Досназаровтың документлерге болып, нақақтан бегуна қаны төгілген жерден бір уыс топырақ әкеліп, оны туған туысқандарына, бабамыздың естелігі алдында інәм етуді өздеріміздің қарызымыз һәм парызымыз деп есепладық. Аллаяр Досназаровтың өмірі бұл жапакеш халқымыздың тарихы. Ол хақында қанша айтсақ та аз. Сондықтан кітаплар жазылып, дастарлар еле дөретіле береді. Оның жарқын естелігі, адал жүректер